Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз видеомызды жалғастырамыз. Келесі видеомыз қандай банктермен жұмыс жасаған дұрыс болатын және де лимиттер, блокировкалар туралы айтатын боламыз. Енді бастамас бұрын ең бірінші сіздерге істеріңізге Алла береке берсін деймін. Және де осы білім алуыңызға Алла зейіндеріңізді ашсын деген тілекпен сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші біз Binance платформасында қандай банктермен көп жұмыс жасайтынын біліп алуымыз қажет. Ол қандай банктар? Бірінші банк Каспий банк, сосын Халық, Центркредит, Форте-банк, Жусан. Ал қалған Алтын банк, Фридом банк, Киви, Симпли дегендермен сделкалар көп болмай, және де сіз ұзақтау күтесіз. Енді Каспий банкке келетін болсақ, ең жұмыс жасамаңыз дейтін банктардың бірі болады, өйткені каждый транзакцияңызды тексерісте болады. Блокировка кету пайызы өте жоғары мұнда, өйткені үлкен суммалармен жасайтын болсаңыз, сіздің карточкаңыз 100%-дық есеппен блокировка кетеді. Менде осындай бір жағдаят болған. Мен әшейін 400 мың теңгені сатып алу үшін объявлениеге сатып алмақшы болдым 400 мыңға. Ақшаны аударайын десем, ақшаны аударылмай тұр менде. Сосын бір минуттан кейін маған уже оператор звондады. Сіз не үшін ол кісіге ақшаны аударайын деп отырсыз деген сұрақ қойды. Одан кейін ол сізге кім болып келеді деді. Мен айттым, мен туысқаным болып келеді, ол кісіге қарызбын дедім. Бірақ сонда да ол кісілер, операторлар, ол ақшаны сіз оған ол кісіге жіберуге рұқсат жоқ деп ақшаны жібертпей қойды. Сондықтан Каспий банк ең қиын банктардың бірі болып саналады. Өзім мен Центркредит банкімен жұмыс жасаймын. Енді қараңыз, бізде әрбір банктің нелерін жасап қойды. Лимиттарын Жусан банк, Халық банк және Центркредит. Центркредитта лимиттар бізде картаның ішінде 2,5 миллион. Негізі Центркредиттан Центркредитқа 6 миллионға дейін барады. Ал операция лимит 3 миллион 900 деп тұр. Мен Центркредитті оборот 50 миллионға жеткіздім. Ешқандай блокировка, ешқандай оператордың звоноктары маған келмеді. Халық банкте сізде халықтан халыққа аудару 10 мың доллардан болады. Және де бұл банктардың бір жақсысы, сіз шексіз карточка аша бересіз, виртуальный 20-25 карточка ашсаңыз болады. Оның жақсысы, сіз жаңа карточка ашқан сайын жаңа лимиттер пайда болады. 10 мың долларды жіберіп тастағаннан кейін сізде өшіп қалмайды. Карточкаңыз жаңадан басталады, жаңадан ашқан карточкаңызда лимиттер жаңадан болады. Енді сондықтан неге осы банктермен жұмыс жасауға кеңес беремін? Өйткені сіз Каспий банктан тез сатылғанымен сіз блокировка түсу уақытыңызды жоғалтқаннан гөрі осы банктермен жұмыс жасаған болады. Бұл банктерде сатылымдар тез болады, өйткені көбінесе опытный арбитражниктар осы банктермен негізі жұмыс жасайды. Және де қазіргі кезде бізде айта келетін жайт, қазіргі кезде мен Индиямен не саламын деген связка саламын деп айтқан болатынмын. Ол бұйырса, осы жақын арада уже ол видео шығады. Өйткені қазіргі кезде бізде Индияда өзіміз кісіміз жүр. Сол кісі қазіргі кезде сол кісімен кәдімгідей онлайн теория емес, практика жүзінде осы жерге аударасыздар деп айтып, қанша пайыз шыққанын және де қандай связка қанша минутта болатынын барлығын түсіндіріп кетеміз. Видео көргеніңізге үлкен рахмет, және де жақында тағы да көптеген видеолар шығады. Сондықтан да видеоға арнамызға жазылып қойыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар.